Ахмет Байтұрсынұлы 5 қыркүйек 1872 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген. Қазақтың ақыны, педагог, аудармашы және қоғам қайраткеріне бүгінгі таңда 150 жыл толып отыр. Қазақ халқының 20 ғасырдың басында ұлт-азаттық көтерілісінің жетекшісі және Алаш орда үкіметінің мүшесі. Байтұрсынұлы Орынбор кезеңінде аса маңызды өткен болатын. Ол осы қалада 1913 және 1918 жылдары өзінің жақын сенімді Әлихан Бөкейханов және Міржақып Дулатұлымен бірге қалың қазақ зиялыларының көмегіне сүйеніп, тұңғыш жалпы қазақ газетін шығарған болатын. Бұл газет балаларды білімге, ғылымға итермеледі. Қазіргі таңда Ахмет Байтұрсынұлының шығармалары қазақ халқын оқуға, білім-ғылымға, адамгершілікті көтеруге шақырады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқы өлеңнен үзінді. Қас едік қатар ұшып, қаңқылдаған, сахара көлге қонып салқындаған, бір өртке қаудан шыққан душар болып, не қалды тәнімізде шарпылмаған. Алаштың адамының бәрі мәлім, кім қалды таразыға тартылмаған. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылық өз басынан артылмаған. Тақылдап, құрып сықсып сөйлейтін көп, екпіндеп ұшқыр атша қарқындаған. Бос белбеу, босаң туған боз бала кеп, киіздей шала басып қарпылмаған.